1976 жылдардың соңы көктемнің алғашқы лебі сезілген шақ. Топыраққала ауылында жылдағы дәстүр бойынша көктем келісімен қой қозғату науқаны тумба салатын. Бұл ауыл өмірінің ең маңызды әрі жауапты кезеңдерінің бірі болатын. Шопандар қыстан шыққан малды аман сақтап, жаңа туған қозыларды баптауға кірісетін. Сол жылдары ауылдағы ең үздік шопандар қатарында Дәдіқожа, Серікбай аға, Мырзали аға, Мұса аға, Игілгі ата, Қайып ата ел игілігіне қызмет жасады. Олар мал шаруашылығын жан тәнімен сүйіп, ата еңбектің нағыз үлгісін көрсетіп жүрген жандар болатын. Көктемгі науқанда мектеп оқушылары кеш қалмайтын. Олар шопандарға көмектесуге белсене атсалысып, қора салудан бастап қозыларды суарып, жем-шөп салуға дейін қолғабыс ететін. Бұл бір жағынан еңбекке баулу, екінші жағынан үлкендердің қадірін біліп тануға үйрететін өмір сабағы болатын. Қозы аман, қой тоқ болу үшін тек қана шопандардың емес, шопырлардың да еңбегі орасан зор еді. Жақсылық аға, Теміралы аға, Нұрмұрат аға, Қақы аға, Алданазар аға, Құрбан аға секілді нағыз темір мінез азаматтар таңмен таласа тұрып, қырат-қыратты аралап кесіп өтіп, су тасып, жем-шөп, жанармай мен қамтамасыз ететін. Қайнаған қара жолда доңғалақ жарылып қалса да, бір ауыз шағым айтпай, елдің малы аман болсын деп жүретін. Сол жылдары Топыраққала ауыл үшін көктем жай ғана мезгіл емес, ел болып жұмылатын еңбек пен ерлетін қасиетті кезең еді. Бұл уақыт қой қозғату науқанының нағыз қызған шағы. Ауылдың әр қасиетті шопандары аталардың малға деген шынайы ықыласымен тәуліктеп ұйқы көрмей жүріп, қозы аман болсын деп жанын салып қызмет ететін. Олардың қолын ұзатқан жүрегі ауыл деп соққан шопырлардың да еңбегі орасан зор. Олар техникаға жан бітірумен қатар су, жем-шөп, жанармай керек жақты жеткізіп, малшылардың тірлігіне тірек болатын. Осы бүкіл ауылдың ұйымдасқан еңбегінің негізі тірегі Топыраққала ауылындағы Амангелді атты орта мектеп болатын. Сол мектептің директоры Нұрділдә ағай бастаған ұжым оқушыларды еңбекке баулып, шынайы өмір мектебіне дайындады. Ұстаздар Әлібек ағай, Бердібек ағай, Сәрсенбай ағай, Кенжебай ағай, Нұрғали ағай, Жолдасбай ағай, Нұржау ағай, Құрбан ағай, тағы да басқа аталмаған оқытушы ұстаздардың ауылға деген жанашырлық пен баланы еңбексүйгіштікке тәрбиелеумен айналысты. Олар оқушыларды қора басына апарып, қозыға шөп салу, су әкелу, тазалықты сақтау, қозыны енесіне табыстыру секілді жұмыстарды үйретті. Мектеп оқушылары да қалап қалмады. Сол кездегі Жалғас, Рүстем, Ебат, Әбдімәлік, Құлымғали, Ысқақ, Берсейіт, Оразалы сынды оқушылар өз жасынан бастап үлкен еңбекке белсене араласып, күн демей, түн демей шопандарға қолғабыс етті. Жастардың қуанышы қозы аман болса, ұстаздың ризығы, оқушы еңбекке бейім болса, ауылдың жеңісі. Барлығы да бір үйдің баласындай жұмыла берілген еді. Бұл күндерде ауыл аспанында қозы дауысы, трактордың гүрілі мен оқушылардың күміс күлкісі қатар естілетін. Жалғас ана қозыны шешесіне апар деген әзілдерде қалмайтын, қатар жүретін. Бұл кезең еңбекті ұлықтаған ауыл шежіресі. Бұл адамдар ұрпаққа үлгі болар еңбек иелері еді. Ал оқушылар нағыз еңбексүйгіш азаматтар, есейген ұрпақтың өкілдері еді. Сол жылдардағы ауылдың тұрмыс тіршілігін суреттеп, кейінгі ұрпаққа мұра қылып қалдыру менің азаматтық борышым деп санаймын. Осы әңгімені құрастырған және оқыған Рүстембек Емекбайұлы.